Құрметті көрермендер, бүгін бір кішкене ғана бір бейнебаян түсіргім келіп тұр. Бұл мына артқы жарық шамдарына қатысты. Мына мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай оң жағындағы габариттікі, машинаның өлшем несін, габаритін жағатын артқы. Сосын бұл жақта екінші контакты бар, ол тоқтау белгісі. Соны көрсетеді. Мынау жанып сөніп тұрған, ол өздеріңіз білесіздер, аварийный сигнал дейді, апаттық белгі. Мына жағы, сол жағы өте жақсы жанып тұр. Яғни тоқ бұған өзінің керекті мөлшерінде келіп тұр. Енді оң жағын қарайық. Оң жағында өте әлсіз болып тұр. Мінекей, оң жағы габарит әлсіз, және мұны аварийканың несі әлсіз болып жанып тұр. Бұған кінәлі барлығына мына штекер болуы мүмкін, және мына контактілер болуы мүмкін. Осылардың барлығын тазартамыз, контактілерін тазартамыз, штекерді тазартамыз. Оған бізге көмекке водосорг келеді. Водосорг шашамыз жақсылап, сосын мыналардың барлығын ажыратып, арасын пышақпен болсын, үшкір нәрсемен контактілерін бәрін тазартып, қайтадан жинаймыз орнына. Содан кейінгі нәтижені бірге тамашалаймыз. Қазір штекерін алып, тазартып, окисление болуы мүмкін, іші даттануы мүмкін. Тоқты аз беріп тұр, сондықтан жарығы өте әлсіз болып тұр. Мінекей, результаты өте тамаша. Тазарттық контактілер, орнына салдық, бәрі орнымен жанып тұр. Поворотник, бұрылу шамы оң жаққа қарай. Және мынау габариттікі, машинаның габариттікі. Және қазір торымыз тексеріп көреміз.